Жақында ғана мен Түркияда болдым. Түркияда болған кезде біздің қазақтардың қандай құлдық сана сезімде жүргенін байқадым да. Мына видео қазір ұзақ болады, сол үшін бірден жылжытып жіберсең болады. Мәселе неде? Мәселе тілде. Анталияда жүрген кезде мен ескі қаласын көргім келді Анталияның. Көшедегі кез келген бір түрікті тоқтаттым да "Excuse me, how to get to old city" деп сұрадым. Сол кезде түрік менің бетіме қарап тұрып, өзінің ана тілінде түсіндіріп бастап кетті. Ал мен түрікше түсінбеймін ғой. "Ben Türkçe anlamıyorum abi. Can you say me in English" дедім. Ағылшынша түсіндірші дедім. Мен түрікше түсінбеймін деген сөзін түрік тілінде айтқаным үшін ол мәз болып кетті ме, бірден ағылшын тілінде маршрутты тап-тұйнақтай етіп түсіндіріп берді. Дәл осы сұрақты мен Түркияда жүрген кезде қазақтардан да қойдым. Себебі Түркияда қазақтар өте көп тұрады. Сол жердегі бір қазақ маған менің қазақшамды түсініп тұрса да, орысша жауап берді, қазақша жауап берген жоқ. Бұл жерде менен нені аңғаруға болады? Біздің қазақтар шет елде жүрсе де бір-бірімен орысша сөйлеседі. Орыс тілінің